Бүгінгі тақырыбымыз дұға жайлы болмақ. Алла тағаладан тілек тілеу жайында. Бұл дұға дегеннің өзі дауат сөзінен шыққан. Дұға дейміз қазақ тілінде де, шақыру, тілеу деген мағыналарға келеді. Бұл дұғаның адамның өмірінде маңыздылығы. Расында адам баласы жаратылғаннан кейін өзінің табиғатында Алла тағаладан тілеу деген бір өзінің табиғатында бар қасиет. Ал егер адам баласы сенімі дұрыс болмаса, күш құдіреттің баршасы бір Алла тағалада деп сенбейтін болса, я болмаса сенімінде бір қателік бар болатын болса, адам көрінген нәрседен жәрдем сұрап кетеді. Қол жайып, кез келген жерде бір әулие талы екен, басқа екен, анау екен, мынау екен деп адам жаңа қол жайып тілек дұғада болып кетеді бірден. Соның үшін ислам діні тек қана Алла тағаладан тілеу керек екендігін келтірген. Алла тағала, білесіздер, Құран Кәрімдегі теңізде жүрген адамдар жайында хабар береді. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Олар теңіздің бетіне кемемен шыққан уақыттарында Алла тағалаға ықыласты түрде дұға қылады дейді. Өзіңіз ойлап көріңіз. Теңіздің бетіндесіз. Оң жақ, сол жағыңызға, алдыңызға, артыңызға қарасаңыз баршасы қара түнек су. Жаға көрінбейді ешқандай. Адам баласы мүмкін емес қараса бір дауыл ұрып кемені теңселте бастады. Адам мүмкін емес дейді бұндайда. Бір құтқарушы бар деп Алла тағалаға бірден алақанын жайып дұға қыла бастайды. لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Егер бізді осыдан құтқаратын болсаң, біз шүкір етеміз дейді. Қазақша айтқанда бір мал құдай деп бірден атайды. Бірақ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ дейді. Бірақтан оларды жағаға шығарған кезде аман есен бірден Алла тағалаға ортақ қоса бастайды дейді. Осы Аллаға ортақ қосады деген жерін алған кезде тәпсірлегенде ғалымдарымыз айтады, кемеміздің мықтылығынан құтылдық деген секілді басқа әңгімелерге бұрайды дейді. Алла тағаланың құтқарғандығын, Алланың нығметін еске алмастан кемесіне, я болмаса жолдағы көлігіне сенеді деген сияқты. Жолда қалып кеткен адам да сол ғой. Егер көлігі оталмай тұрып, кейін оталып кеткен болса, басып едім оталып кетті, бір Құдайдың кеңшілігі деп айтпайды. Адам көлігімнің мықтылығынан деуі мүмкін, я басқа теңейді. Соның үшін күш құдіреттің баршасы Алла тағаладан екендігін білу керек екен. Алла тағала Құранда ескерткен. Уд'у раббакум тадарруан ва хуфия иннаху ла юхиббул му'тадин. Раббыларыңа жалбарына отырып іштей дұға қылыңдар, өйткені ол шектен шыққандар жақсы көрмейді дейді. Осы аятта дұғаны жалбарына отырып іштей жасау керек екендігін алға тартқан Алла тағаланың өзі. Негізгі дұғаның іштей жасалғандығы. Ең қатты шыққан даусының өзі еститіндей дәрежеде дұға жасағаны ең жақсысы. Және жалбарына отырып, шынайы тілектің қабыл болатындығына сене отырып дұға жасау керек. Алла тағала шектен шыққандар жақсы көрмейді деген жалғасында аяттың осын тәпсірлеген уақытта ғалымдар түрлі мағына берген. Дауыстап, айқайлап дұға қылуды кіргізгендер бар болған. Жоқ деген бұл кірмейді деп, басқалары шектен шығу дегенге мына мағынаны берген. Алла тағаланың қойған шегінен шығу деген мағынаны бергенде, бұл шек қандай деген кезде Алланың рұқсат бермеген адамдарына дұға жасау деген. Мысалға, Аллаға қарсы болған күйде өлген адам, анық ол қарсы екендігі, кәпір күйінде өлді. Бұл адамға дұға жасау дұрыс емес екендігі. Алла осындай шектен шыққандар жақсы көрмейді деген. Кәпір күйінде өлген болса да оған дұға қылып жатса, ол шектен шығу болады. Мысалға, Ибрахим пайғамбар өзінің әкесін дінге шақырған уақытында әкесі оған қарсы болған. Егер сен менің айтқанымды істемейтін болсаң, мен сені таспен ұрып өлтіремін дейді. Сонда сәламун алейк дейді, саған сәлем, есендік болсын. Сәстағфиру ләка робби, Раббымнан саған кешірім сұраймын дейді. Сонда бірақ сол дұғасын жасап жүріп, қайтыс болғаннан кейін де дұғасын жасайды. Бірақ Алла тағала Ибрахим пайғамбарға хабарын береді, ол Алла тағалаға қарсы болған күйде өлді Раббыңа деп хабарын бергеннен кейін табарра минху дейді, одан ұзақ болды. Яғни әкесіне дұға қылуын тоқтатқан дейді. Шектен шығу деген осы дейді, кәпір адамдарға дұға қылу дейді. Соның үшін дұға, тілек, Алланың кешірімі мұсылман адамға жасалатындығы. Оны ұмытпауымыз керек. Осы шектен шықпай дұрыс дұға қылу болып есептеледі. Енді бұл дұғаны
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ад-дуа хуал ибада деген, дұға ғибадат деп айтқан. Қалай дұға ғибадат болады? Өйткені адам алақан жайып, өзін әлсіз деп сезініп, алдындағы тұрған нәрсені күшті деп сезініп, соның алдына қолын жайған үшін бұл ғибадат болып есептеледі. Дұғаның, ғибадаттың негізі дұға. Негізі дұға болғандықтан дұғаны ғибадат деп айтқан. Сіздер көрмейсіздер ме? Алла тағала Құран Кәримде мушриктер жайында айтқанда, яғни Аллаға ортақ қосқандар жайында айтқанда, «Валлазина яд'уна мин дунилла» дейді. Алладан өзгеден тілек тілегендер дейді. Алладан басқадан тілек тілегендер. Олар ғибадат қылып жатқан үкімінде болады, мушриктердің үкіміне кіргізген. Ислам дініміз соның үшін тек қана бір Аллаға ғана дұға жасалады, бір Аллаға ғана құлшылық жасалатындығын бекіткен. Бір күні Ибн Аббас айтады: мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның артында едім деген. Бірақ артында дегенде хадистің шарқын көрсеңіз, есекке мінгесіп келе жатқан екен артында. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты дейді: я гулам инни уаллимука калимат дейді. Ей балақай, мен саған сөздер үйретейін дейді. Ихфазиллаха яхфазка. Алланы есіңде сақта, Алла да сені сақтайды. Ихфазиллаха таджидху туджахак. Әрдайым Алланы есіңде сақта, Алла алдыңнан шығады үнемі дейді. Яғни ісіңе жәрдемші болады. Иза стаанта фастаин билла, иза саалта фасалилла. Сыйынсаң Аллаға сыйын, сұрасаң Алладан сұра дейді. Осындай сөздерді үйретті дейді Ибн Аббастың өзі. Яғни Алла тағаладан ғана тілеудің маңыздылығы. Алла тағала Құран Кәримде Нахл сүресінің 20-шы аятында айтады: «Валлазина яд'уна мин дуниллахи ла яхлуқуна шай'ан ва хум юхлақун». Алладан өзгеден тілек тілеп жүргендердің, тілеп жатқан нәрселері, олар жаратылған, ешқандай жарата алмайды дейді. Яғни шипа сұрасаңыз сізге шипа бере алмайды, шипаны жаратып бере алмайды деген сөз. «Ва хум юхлақун» дейді, өздері жаратылған. «Амуатун ғайру ахия», өліп қалған, тірі емес. «Вама яшуруна айяна юбасун», қашан тірілетіндіктерін де сезбейді дейді. Өзіңіз сияқты бір жаратылыс деген сөз. Оның алдына барып бас иіп, одан тілек тілеудің қажеті жоқ деген. Тілекті тілейтін болсаңыз, мәңгілік тірі болған, ешқашан өлмейтін бір Алладан ғана тілеу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір күні бір хадисін айтады: «Инна Аллаха та'аля тайибун, ла яқбалу илля тайибан». Алла тағаланың өзі көркем және көркем нәрселерді қабыл етеді дейді. Ең таза болған, жақсы нәрселерді қабыл етеді. Яғни құрбандық жасайтын болсаңыз да, садақа жасасаңыз да, Алла ризалығы үшін бір нәрсе істеген болсаңыз, таза істен істеу керек екендігі. Арамнан болғаннан емес. Алла тағала сондай нәрсені қабыл етеді деген. «Ва инна Аллаха амарал муъминина бима амара бихил мурсалин». Алла тағала пайғамбарларға не нәрсені әміреткен болса, мұъминдерге де сол нәрсені әміретті. «Я айюхар русул кулу мин тойибати ва амалу салиха». Ей пайғамбарлар, таза нәрседен жеңдер және салихалы амал істеңдер деп айтты дейді. Пайғамбарларға берілген әмір осы: таза нәрсені жеу, салихалы амал істеу. Ал мұъминдерге берілген әмір: «Я айюхаллазина аману кулу мин тойибати вашкуру лаху ин кунтум ияху та'будун». Ей мұъминдер, таза нәрседен жеңдер және Аллаға ғана құлшылық қылатын болсаңдар, оған шүкір етіңдер дейді. Осы аятта қарасаңыз, екеуіне де бір нәрсені әміреткен дейді. Мұъминдер мен пайғамбарларға әміретілген нәрсе таза нәрседен жеу және салихалы амал істеу. Шүкір ету де салихалы амалдан. Баршасы бір нәрсе, яғни пайғамбарларға әміретілген нәрсе мұъминдерге де әміретілгендігін баяндайды. Сөйтеді да рауи айтады, риуаят жеткізіп жатқан кісі: «Ва закара ражула» дейді, бір адамды еске алды дейді. «Ютилу сафар», ұзақ сапарларға шығып жүрген адам еді. «Ашғаса ағбар», шашы ұйпа-түйпасы шыққан, үсті басы шаң топырақ. «Ямудду ядайхи иля самаи я рабби, я рабби», екі қолын аспанға қарай созып, «Я раббым, я раббым» деп дұға қылып жатыр дейді. «Мат'амуху харам», оның жегені харам еді. «Ва машрабуху харам», ішкені харам еді. «Ва малбасуху харам», дейді, кигені харам еді. «Ва ғузия бил харам», осындай харам нәрсемен азықтанып жүрген еді. «Фа анна юстаджабу лах», оның дұғасы қайдан қабыл болсын деп айтты дейді. Осы хадисте ғалымдарымыз дұғаның қабыл болуына себеп болатын шарттарды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып кетті дейді.
хадисте. Бұның біріншісі не екен? Италатус сафар. Ұзақ сапарға шығу деген. Ұзақ сапарға шығу адамның тілек дұғасының қабыл болуына себеп болады. Сапарда жүрген адам көп тілек тілеу керек соның үшін. Бұның дәлелі ретінде салату дааватин мустажабатин ла шакка фихинна. Үш түрлі тілек дұға бар, бұлар міндетті түрде қабыл болады, оған ешқандай күмән жоқ дейді. Оның біріншісі дааватул мазлуми дейді. Зұлымдыққа ұшыраған адамның дұғасы. Ва дааватул мусафири, сапарға шыққанның дұғасы. Ва дааватул валиди аля валадихи деген. Әкесінің баласына жасаған дұғасы деген. Осы үш түрлі дұға міндетті түрде қабыл болады, ешқандай күмән жоқ деген. Осының ішінде сапардағы адамның айтылуының себебі мына италатус сафар деген, ұзақ сапарға шығу дегенмен екеуі бірін-бірі қуаттайды. Біріншісі осы деген. Одан кейін екіншісі ашғаса ва ағбар деген. Бұл ашғаса ағбара дегені шашының ұйпа-түйпасы шығып, үсті басын шаң басқан адам дейді. Бұл да адамның қор болып жүргендігі. Үсті басын түзеуге шамасы келмей, қор болып жүрген адамның, жолда қалып кеткен адамның, бұндайлардың да тілек дұғасы қабыл болады. Бұл екінші нәрсені көрсетеді. Бұған байланысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар: "Рубба ашғаса ағбар зиттимрайн мадфуун бил абваб лау ақсама аляллахи ла абаррахум." Бір адамдар бар, үсті басын шаң басқан, шаштары ұйпа-түйпасы шыққан, киімдері тозып кеткен, есіктерден қуылады дейді, біреудің есігіне барған уақытында. Бірақ сол адам Алланың атымен ант ететін болса, Алла оның антын орындап береді деген міндетті түрде. Кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өткеннен кейін Абу Бакр халифа болған. Сол Абу Бакрдың халифалық заманында Мусайлама деген бір өтірікші шыққан. Мен деп пайғамбар болдым деп, маған уахи келді деп, өзін пайғамбар жариялаған. Сол адам мұсылмандар енді әскер жиналып келе жатқандықтан оған қашып Хадиқатул Маут деген жерге барып тығылған қамалдың ішіне. Сонда Бара ибн Азиб деген сахаби болады. Я болмаса Анас ибн Маликтің бауыры деп айтылады бұл кісіні. Бара ибн Малик деген кісі. Бұл Бара ибн Малик сол әскердің ішінде болған, мұсылмандардың әскерінің. Сонда Абу Бакр айтады: "Ей Бара" дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның осындай сөзі бар дейді. Үсті басын шаң басқан, шашы ипа-типа болған, киімдері тозған кейбір адамдар болады дейді. Олар бір нәрсеге ант ететін болса, Алла олардың антын орындайды деп айтқан. Мен сені солардың бірі деп ойлаймын дейді. Сен бір ант етші дейді. Сонда ол: "Валлахи бүгін біз жеңеміз" дейді осы соғыста деп. Сөйтеді да өзі айтады: "Менің ішіне жаңағы қамалдың ішіне атып жіберіңдер дейді. Мына катапульта дейді ғой, от салып лақтыратын сол zaman. Соған салып лақтырыңдар ішке дейді. Я мен шейіт боламын, я есікті ашамын дейді. Екеуін біреуін жасаймын дейді. Лақтырыңдар ішке дейді. Ішке лақтырады, тура қамалдың жақын жеріне түсіп, ішіне бірден есікті ашып жібереді да, әскер кіріп сол жерді жаулап алған. Жаңа өтірікші пайғамбармын дегенді қолға түсірген еді сол жерде. Сөйтіп өлім жазасы берілген еді, өлтірілген еді. Соны қараңыз, осы кісіні Абу Бакр солардың бірінен деген. Осындай бір кісілер болады деген. Яғни шашының ұйпа-түйпасы шығып, киімі тозған ондай адамның да тілек дұғасы қабыл болатындығына байланысты осы хадис келеді. Үшіншісі мадду ядайхи иля сама дейді. Қолды аспанға қарай көтеру деген. Қол көтеру тілек дұғаның қабыл болуының себептерінің бірі. Бұл да әдептен әрі шарт деп айтқан. Бұл қол көтеруге байланысты айта кетейік, біраз түрлері бар бұның. Біріншісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның истисқа дұғасын жасаған кезінде. Истисқа деген жаңбыр тілеу. Тасаттық дейміз ғой. Осы тасаттық, дұға тілеген еді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Бір күні құтпада тұрған уақытында бір бәдәуи келіп: "Я Расулалла, осындай малымыз қырылатын болды, шөл басты, жаңбыр жаумады" деп жаңағы шағымданып келген уақытында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам екі қолын аспанға көтерді дейді. Сөйтті де Алла тағаладан тілек тіледі дейді. Сол тілеген уақытында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қолын қатты көтергендігі соншалықты мына қолтық жағының ағы көрінді дейді. Соншалық қол қатты көтерілді дейді. Бәдір соғысында да солай қатты қолын көтергендігінен басынан асырып көтерген. Сол уақытта шапаны түсіп кетті деген. Содан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қолын көтерген жоқ деп айтады. Яғни бұл хадисте көтерген жоқ дегені қолын сол дәрежеде қатты басынан да жоғары көтеріп бұлай дұға жасаған жоқ дейді. Бұл бір. Екіншісі, алақаны бетіне қарап тұрады, сырты
Кағбаға қарайды дейді. Яғни қолын көтерген кезде бетіне дейін көтереді, алақан бетіне қарайды, қолдың сырты Кағбаға қарап тұрған еді дейді. Сонда бетіне дейін көтерген дәрежесі. Бұлай да дұға жасау болады, қолды көтеруге. Үшінші түрі бар, алақан аспанға қарайды, қолдың сырты жерге қарайды дейді. Яғни мына дәрежеден. Алақан аспанға қарап тұруға. Бұлай да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жасағанда қарап. Бұл Абу Хурайрадан, Ибн Омардан, Ибн Сириннан ривайет етіледі бұл хадис. Яғни қолды олай да жаюға болатындығы. Сосын төртінші бір түрі бар, сырты аспанға, алақан жерге қарайды дейді. Бұл қолды терісінен жаюға. Бізде теріс бата дейміз ғой. Соны айтқан. Бұны Хумайди деген ғалым кісі айтқан, «Хаза хуа фил ибтихал» деген. Бұл лағнет айтқан уақытта, қарғаған уақытта жасалады деген. Қолды теріс қаратып ұстау. Яғни біздің ата-бабаларымыз теріс батасын берем деп қолын жаяды ғой, теріс жаяды. Теріс батадан сақтану керек деген. Сол сүннетте бар емес, жоқ емес. Біреуге қарғыс тілейтін болса, лағнет айтатын болса, қолды терісінен жаю. Бұны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жасағандығы бар. Бұны бірақ ибтихал деген жаңағы. Міне, қолды жаюдың осындай төрт түрі айтылған, кез келгенмен жаюға болады. Яғни орынды болу керек әрқайсысы. Және тағы да бір дұғаның қабыл болуына себеп болатын нәрсе, «Я Рабби» деп дұға қылу. Жаңа кісіні айтқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям екі қолын аспанға созып, «Я Рабби» деп дұға қылып жатыр деп еді ғой. Соны Раббым деген сөзді қолдану. Алла Тағаланың Рабб сипатын қолдану дейді, тілек тілеген уақытта. Бір күні Хасан Басриден келіп адамдар сұрайды. «Ей Хасан» дейді, «осы хадиске сен не дейсің? Ей Раббым деп айту дұрыс па?» дейді. Сонда «Ама тақрауна ал-Құран» дейді, «Сендер Құран оқымайсыңдар ма?» дейді. Сөйтеді де Құранның Раббым деп басталатын дұғасының баршасын санап шығады. Біздің күніге оқитын дұғамыз намазда да «Раббана атина фид дуния» деп басталады. «Раббана» деген сөз қолданады бірінші. «Раббана гфирли ва ли валидайя» дейміз. Раббыммен басталады. «Раббана иннака ман tudkhilin nar faqad akhzaytah» дейді. «Ей Раббым, сен кімді тозаққа кіргізсең қор қылдың» дегені. «Раббана ла тухаммилна ма ла тaqata lana bih» дейді. «Ей Раббым, біздің шамамыз жетпейтін жүкті бізге жүктеме» дейді. Қарасаңыз дұғаның баршасы Раббым дегенмен келеді. Яғни Алла Тағалаға дұға жасаған кезде Раббым деген сөз айту керек екендігі. Бұл да тілек дұғаның қабыл болуының бір себебі болады. Және соңында, хадистің соңында не деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям? Оның жегені харам еді, ішкені харам еді, кигені харам еді. Сол харам нәрсемен азықтанып жүрген еді дейді. Бұл деген сөз харам нәрсені емес, адалынан жеу, адал тамақ жеу тілек дұғаның қабыл болуына себеп болады. Мұсылман адам жеп отырған тамағының адал ма, арам ба екеніне мән беру керек. Адалын таңдау керек, арамынан қашу керек. Сонда тілек дұғасы қабыл болады. Сендер жалықпасаңдар, Алла Тағала жалықпайды дейді. Сіз дұға қылудан жалықпасаңыз, Алла Тағала қабыл етуден жалықпайды ешқандай. Одан кейін тағы бір түрі бар, намаз арқылы тілек дұға жасау. Сонда намаз арқылы жасалған тілек дұғаның қабыл болатындығы. Құран Кәримде «Истаину бис-сабри вас-салах» дейді. Сабыр етіп намазбен жәрдем сұраңдар дейді. Намаз арқылы. 2 рекат намаз оқыңызда, сол намаздың артынан тілек дұға жасаңыз, Алла Тағала намазыңызды қабыл еткені секілді тілек дұғаңызды қабыл етеді. Суфиян Сауридің сөзі бар. Кімде-кім амалсыз дұға жасайтын болса, жебі жоқ садақпен атып жатқан сияқты деген. Садақтың жебі жоқ болатын болса, не сатылады? Сол сияқты жасаған дұғасына қарай амал етсін деген. Сонда тілек дұғасы қабыл болады деген. Енді бұл тілек дұғаны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан уақытта былай дейді. Сендер асықпасаңдар, Алла Тағала қабыл етеді деген. Сонда сахабилер сұрайды: «Я Расулалла, асығу деген не?» дейді. Сонда мен Алладан тіледім, Алла қабыл етпеді deyip, тілемей қою дейді. Бір тілеңіз, екі тілеңіз, қайта-қайта тілеңіз. Тілек дұға ешқашан көп болмайды. Өйткені имам Ахмадтың риваятында мына нәрселер келеді. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді: сендердің тілеген тілек дұғаларының 3 түрі бар дейді. 3-ке бөлінеді бұл дейді. Біріншісі, сіз қиналып Алла Тағаладан тілеуіңіз мүмкін. Бір нәрсені сұрайсыз: «Я Алла, мына нәрсені маған бер» деп. Алла Тағала бірден қабыл етеді, сол нәрсеңізді береді дейді. Бұл бірінші түрі. Екіншісі,
Алладан тілейсіз, Алла бұны сізге тілегіңізді бермейді, бірақ соның сауабын ақыретке қойып тұрады деген. Ақыретте сізге үлкен сауап қылып береді. Көп тілесеңіз, тілеген сайын сауап жинала береді деген сөз сізге ақыретке. Үшінші түрі бар, сіз тілейсіз, Алла сіздің ол тілеген нәрсеңізді бермейді, бірақ басыңызға келейін деп тұрған бәлені тоқтатады сол арқылы деген. Сіз білмейсіз ғой, қазір бір нәрсе тілеп жатырсыз Алладан. Бірақ сізге қазір бір сағаттан кейін басыңызға бір бәле келейін деп тұр. Алла Тағала сол бәлені алып тастайды басыңыздан деген. Яғни Алла Тағала сізге ненің хайырлы екендігін білгендігінен сіздің сұрағаныңыздың орнына басқа нәрсені басыңыздан жаманшылықты алып тастайды. Соның үшін адам, мұсылман адам тілек дұғаны көбейту керек. Көбейту керек. Оның бір рет тіледім, я болмаса кеше тіледім, бүгін тілемеймін деген нәрсе болмау керек. Күніге тілеу керек. Қайта-қайта Алла Тағаладан тілеу керек. Алла Тағала өзіне дұға қылған құлын жақсы көреді. Құран Кәримде Фурқан сүресінің соңғы аятында Алла Тағала айтады: "Қул ма яъбау бикум рабби лаула дуаукум." Егер сендердің тілек дұғаларың болмаса, Алла Тағала сендерге не деп мән берсін дейді. Не деп мән берсін? Сіздің тілек дұғаңыз жоқ. Тілек дұғаның маңызды екендігі. Енді тілек дұғаның қабыл болмауына себеп болатын кейбір істер бар. Бұл харамнан тамақ жеу деген. Жеп отырған тамағы арам болатын болса, бұл тілек дұғаның қабыл болуына кедергі болады деген. Имам Науауи Алланың бұл еркіндегі нәрсе, қаласа Алла Тағала бұны да қабыл етуі мүмкін деген ережеден тыс. Мысалға деп бұған дәлел ретінде Іблістің дұғасын айтқан. Ібліс не істеген еді? Алла Тағала оған адамға сәжде жаса деген кезде мен одан хайырлымын, мені оттан жараттың, оны топырақтан жараттың, мен одан үстеммін деп бас имей қойған еді. Алла Тағала оған шық кет деп қуалаған уақытында, Алла, маған қияметке дейін өмір бер деп тілек тіледі сол жерде. Қайта тірілетін күнге дейін өмір бер деп. Соған дейін рұқсат беріп тілеген кезде фа иннака минал мунзарин деген, сен тілегі қабыл болғандардансың. Бұл тілегің берілді сен. Кет деп қуып шыққан. Қияметке дейін шайтанның тірі болатындығы. Шайтанның айласы ол жерде қияметке дейін тірі болсам, соң қияметте қалып кетем, аман есен деген ойы бар еді негізі. Бірақ Алла Тағала оны қиямет күніне дейін біледі, қияметте жазалайтындығы. Сонда қараңыз, сол жерде Алла Тағала оның тілек дұғасын шайтандықын қабыл еткендігі үшін арам нәрсе жеп жүргендікінде қабыл етуі мүмкін деген. Сондай болуы ықтимал. Ал бірақ негізгі тілек дұғаның қабыл болуына себеп болатын нәрсе адалынан тамақ жеу. Және бұл нәрсе ішіп жеумен де емес, кигенге де байланысты. Киіп жүрген киіміңіз харам болатын болса да тілек дұғаңыз қабыл болмауы мүмкін. Алла Тағала бұны қабыл етпейді деген, өйткені кедергі болады сол нәрсе. Мысалға, арам киім деген қандай болады? Біріншіден әурет ашық жер болуы мүмкін. Әурет ашық тұратындай киім болатын болса, бұл харам киім болады. Киінген жалаңаш деген осы болады. Я болмаса, әурет жерді жабатын киімі өзі адал киім еді, бірақ ұрлап алып кидіңіз. Я болмаса, біреудің аяқ киімін ұрлап кеттіңіз. Киіп жүрсіз, тілек дұғаңыз қайтып қабыл болады. Осынысы. Арам нәрседен сақтану керек, адам тілек дұғасы қабыл болу үшін. Бір күні бұрынғы Бану Исраил халқынан риваят етіліп айтылады хадистерде. Бану Исраил халқы Алла Тағалаға дұға қыла бастайды. Баршасы халық болып тілейді. Сонда Мұса пайғамбарға уахи келеді. Ей Мұса дейді, мына халқыңның, еліңнің тілеп жатқан тілек дұғасы менің ашуымды арттырғаннан басқа еш нәрсе емес дейді. Өйткені істеген істердің баршасы харам, үйлеріне жинап отырған азық түлігінің баршасы арам дейді. Менің ашуымды арттырмаса, мына тілектер басқа нәрсені арттырмайды деген. Сонда қараңыз, Алла Тағаланың разы болмайтын істері бұл. Арам нәрседен аулақ жүру керек, адам тілек дұғасы қабыл болу үшін. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мына хадисіне мән беруіміз керек. Бұл хадисі даъватул муслими ли ахихи би захрил гайби мустажабатун. Мұсылман адамның өзінің бауырына сырттай дұға жасауы қабыл болады деген міндет түрде. Мысалға, сіз бір бауырыңызға дұға жасадыңыз. Алла, артынан тұрып тілек тілейтін болсаңыз, бұл тілек дұға қабыл болады деген. Сонда қарыңыз хадистің жалғасында айнда расихи малакун муаккал, оның басының қасында бір белгіленген, соған тағайындалған бір періште болады деймін.
Kullama da'a li akhihi qala malakun muwakkalun amin wa laka bimislin. Әрбір дұға жасаған сайын бауырына періште айтады дейді. Тағайындалған періште амин, тілек дуаң қабыл болсын, саған да тура сол болсын деп тілеп тұрады деген жанында. Яғни сіз бір кісінің сыртынан дұға жасасаңыз, Алла тағала осы досымның жақсылығын бер, қиыншылығынан құтқар деп тілек тілеп жатсаңыз, періште сізге де тілеп тұрады деген сөз. Періште сізге де тілеп тұрады. Сондықтан бауырларымызға, ағайын туыстарымызға, жақындарымызға тілек тілеп отыруды ұмытпауымыз керек. Бұл тілек дұғаны кім кімге жасайды? Басшылар өз қарамағындағыларға тілек дұға жасау керек. Елбасы халқына дұға жасау керек. Имам жамағатына дұға жасау керек. Сіз бір үйдің егесі болып отырсыз ба, үйіңіздегі отбасыңызға дұға жасауыңыз керек, тілек. Жаныңыздағы отырған кісілер сіздің айтқан дұғаңызға қосылып әмин деп отырса, сол тілек дұға қабыл болады деген. Тілек дұғадан ешкімді ұмытпау керек, дұға жасап отыру керек. Керек болатын болса, кәпірлердің иманға келуі үшін, мұсылманшылықты қабылдап, Алланың азабынан құтылу үшін дұға қылу мұстахаб деп айтылған. Кәпірге де дұға жасау керек. Исламды қабылдаса екен, жүрегіне иман ұяласа екен деп дұға жасау, бұның өзі мұстахаб амалдардан, жақсы көрілген істерден деп айтқан. Енді осы дұғамыздың соңына қоса кетер нәрсе, мына бет сипау мәселесі, талас тартысты болып жатқан мәселе. Кітаптарда бұл нәрсенің үкімі айтылады. Үкімі ретінде үшке бөлген. Бірінші топ бар, бет сипау дұға жасағаннан кейін сүннет деп айтқан топ бар. Бұл топ хадистерді келтіріп, имам Науауидің, Ибн Хаджардың Булуғул Марам кітабындағы дәлелдерін келтіріп, сүннет деп айтқан, яғни бет сипау керек деген. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қолын көтерсе, бетін сипамай қолын түсірмейтін деген хадистерге сүйеніп, бет сипау сүннет деп айтқан. Екінші топ шыққан, бет сипау бидғат деп айтқан. Сипау керек емес деген. Өйткені бет сипағанға байланысты хадистердің баршасы әлсіз деп шыққан топ болған. Бұл топты Ибн Таймия бастатқан. Үшінші топ бар, бидғатта демейміз, сүннетте демейміз деген. Сипаса өз еріктері, сипамаса күнәсі жоқ бет сипам, дұғадан кейін деген. Бұл адамдар не нәрсеге сүйенген? Жаңа хадистер әлсіз болғандықтан, және хадистер 20 шақты хадис бар. Барлығы әлсіз дәрежеде. Біреуінің дені сау емес болып келеді. Бір жерінен біреу кетеді, біреуінің иснаты қате болады, біреуінің мәтінінде бір қателік шығады. Солай. Бірақ негізгісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қолын көтергеннен бетін сипады деген хадис көп болғандықтан, бірін-бірі қуаттап хасан дәрежесіне көтеріледі. Сондықтан бет сипауға болады, бірақ бет сипамаған адамды кінәламаймыз деп үшінші топ шыққан. Енді біздің ұстанып отырған мазхабымыздың үкімі бет сипауға болады, ешқандай күнәсі жоқ деген ұстанғандықтан сипай беруге болады. Бірақ сахих хадистерде былай келеді, қараңыз. Бұны мойындамаған кісілер мына нәрсені келтірген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бет сипауға байланысты сахих хадис жоқ деп айтқандығы үшін нені келтірген? Хадистерде мені қараңыз дейді, пайғамбарымыз қол көтеріп дұға қылды деген. Бірақ әрқайсысын көрсеңіз, дұғада айтылады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қолын көтерді де дұға қылды деп бітеді. Қолын түсірді, я бетін сипады деп жалғаспайды. Бетін сипады деген жерлер әлсіз келген. Бірақ қолын түсіре салды дегенде хадис жоқ болғандығы үшін оның да дәлелі жоқ деп айтады. Қол түсіре салуға да дәлел жоқ деген. Өйткені қол көтеріп дұға қылды деп біткен деген істің барлығы. Қол бетін сипамай түсірді дегенде дәлел жоқ болғандығы үшін. Ал бетін сипады деген жерлер бар, бірақ әлсіз деп айтқан. Соның үшін сахих хадис жоқ болса, әлсіз хадиспен амал етіледі, бет сипалады, дұға қылғаннан кейін бет сипауға болады деп айтқан. Біздің мазхабымызда осыны қолданған. Яғни болатындығын. Алла тағала тілек дұғаларымызды баршамыздың қабыл етсін. Мына жұмаға әрбір басып келген қадамдарыңызға сауаптан жазсын. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк, би рахматика я архамар рахимин. Аллах.